Сәлем достар. Бүгінгі видеода біз сіздермен тип фигура дегеніміз не және оны қалай анықтауға болады, сол жайлы толығымен айтатын боламыз. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына көріңіздер. Сіздер өз фигураңыздың типажын анықтау арқылы өзіңізге жарасымды киім таңдап алатын боласыз. Мысалы, бір әдемі көйлекті сіз өзіңіз киіп көресіз, және дәл сол көйлекті құрбыңызға кигізіп көрсеңіз, ол міндетті түрде ол екеуіңізде бірдей тұрады деген сөз емес. Ол әр адамда мысалы әртүрлі болады. Өйткені ол адамның тип фигурасы басқаша. Сондықтан, егер сіз өз тип фигураңызды анықтап, соған байланысты киім таңдайтын болсаңыз, сіз өзіңізге ұтымды, жарасымды киім таңдап, әдемі киім киетін боласыз. Мысал алатын болсақ, кейбір адамдарға өзінің фигурасы ұнамайды. Біреулер арықпын дейді, біреулер толықпын дейді. Сол үшін олар өздерінің фигурасына өзгеріс енгізгісі келеді. Ол кезде әрине диетамен өзгеріс енгізуге болады, және жаттығу жасау арқылы. Осы кезде де бізге өз тип фигурамызды білгеніміз дұрыс. Өйткені қай жаққа көбірек мысалы мән беру үшін сіз өзіңіз анықтап аласыз да, сол бағыт бойынша сіз жаттығу жасайтын боласыз. Жалпы алғанда, әйел адамның фигурасын 5 типке бөлуге болады. Мысалы, құмсағат, 3 бұрыш, 4 бұрыш, төңкерілген 3 бұрыш және алма тәрізді. Енді өз тип фигурамызды қалай анықтауға болады, соған көшейік. Ол үшін бізге бар болғаны сантиметровый лента және 3 өлшем. Ал енді достар, мен сіздерге өлшемді қалай дұрыс алу керектігін көрсетіп өтейін. Бар болғаны 3-ақ өлшем. Бірінші өлшеміміз ол бізде көкірек айналасы, яғни ОГ лентаны аласыздар да, көкіректеріңізді айналдыра өлшейміз. Яғни сіздер күнделікті киіп жүрген өздеріңіздің бюстгальтердің сыртынан өлшейсіздер. Осылай өлшейсіздер. Ол бірінші өлшем. Жазып аламыз. ОГ бірінші өлшем. Екінші өлшеміміз ол бізде ОТ, яғни бел айналасы. Белімізді айналдыра, яғни беліміздің ең жіңішке жерін айналдыра өлшейсіздер. Ол деп отырғанымыз бізде кіндіктен кішкене жоғары аласыздар. Міне. Осылай алып, өлшеп аламыз. Осылай жазып аласыздар. Осылайынан өлшеп жазып аламыз. Одан кейін үшінші өлшем ол бізде ОБ, яғни бөксе айналасы. Бөксе айналасын өлшеу үшін бізде осылай лентаны аласыздар. Өзіміздің ең самый выступающий место деп айтамыз ғой, кішкене. Сол жерге қарай алып, төменірек бөксемізге, шығыңқы жеріне қарай аласыздар да, сол бойынша өлшейсіздер. Осылай алдыңа лентаны қойып, өлшеп аласыздар. Міне, бар болған 3 өлшем. Осы 3 өлшемді жазып алыңыздар. Қазір біз осы 3 өлшеммен есептеу арқылы қалай шығатынын айтамыз. Достар, енді өлшемдеріңізге қараңыздар. Егер сіздің ОГ деген өлшеміңізбен көкірек айналасы, ОБ, яғни бөксе айналасындағы өлшемдеріңіз бірдей болса, бірақ та беліңіздің өлшемі ОТ 20-30 сантиметр аздау болса, онда сіздің тип фигураңыз құмсағат, яғни ол стандарт фигура. Сіз ол фигурамен кез келген өзіңізге ұнайтын, өзіңіз қалаған киіміңізді кие аласыз деген сөз. Енді келесі типажға көшейік. Яғни сіздің көкірегіңіз бен бөксе өлшеміңіз, көкірек, бөксе өлшеміңіз көлемі бойынша бірдей, яғни шамалас, екеуінікі ұқсас, бірақ та сіздің беліңіз осы орайда көріне қоймайтын болса, былайынан шығыңқырамай көріне қоймайтын болса, яғни онда сіздікі 4 бұрыш деген сөз. Келесі тип бізде былай болады. Иығыңыз, көкірегіңіз, беліңіз бен бөксеңізден кішірек болады. Яғни үстіңгі жағыңыз жіңішкелеу, астыңғы жақ жалпақ болып келеді. Бұл бізде 3 бұрыш. Біздің бөксемізде жалпақ болады, белімізде жалпақ болады. Бізде сонда иық пен көкірек айналасы жіңішкелеу болып келеді осылайынан. Ол бізде 3 бұрыш болады. Келесі типажға көшейік. Ол бізде иығымыз жалпақ болады, беліміз жіңішке, ал бөксеміз иыққа қарағанда кішірек болады. Яғни бізде сонда үстіңгі жағымыз, жоғары жақ бөлігіміз жалпақ болады. Иығымыз да бөксеге қарағанда жалпақ болады да, беліміз жіңішкелеу болып келеді.
бұл деп отырғанымыз бізде төңкерілген үшбұрыш. Енді кезекті соңғы типажымызға берейік. Ол кезде бізде иық кішіректеу болады, бөксе де кішіректеу болады, және бел көрінбейді. Бел көрінбейді, іші шығыңқырау болады. Ол біздің томпақ ханымдар. Яғни томпақ болып келеді ол кісілер. Аяғы ауыр ханымдар да сол томпақ ханымдардың қатарына жатады. Достар, осы видео мен сіздерге көмек тиеді деп ойлаймын. Өздеріңіздің фигураларыңызды анықтап аласыздар, және өзіңізге керекті типажға сіздер дұрыс тамақтану арқылы және керекті жаттығу жасау арқылы қол жеткізуге болатынын ұмытпаңыздар. Міндетті түрде каналыма жазылыңыздар, алдағы жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін. Назарларыңызға рахмет.